Қазақстанның астанасы Астана еліміздің солтүстік орталық бөлігінде Есіл өзенінің бойында орналасқан. Қаланың негізі 1862 жылы Ақмола болып қаланып, 1997 жылы Астана болып өзгертілді. Бүгінде Астана болашақтың қаласы, мәдениеттің ошағы, ғылым мен білімнің ордасы болып табылатын жас қала. Еліміздің көгілдір туы желбіреген тәуелсіздігіміздің ордасы. Жаңа астанамыздың құрылысы жас мемлекетіміздің жасампаздыққа ұмтылысының, бүкіл қоғамымыздың жаңаруының ерекше символына айналған құбылыс. Қазақстанның елордасы атанғалы бері қарқынды даму жолына түсті. Сонымен қатар танымал туристік бағыт болып табылады және өзінің көптеген сәулет ескерткіштерімен танымал, тарихы бай жас қала. Қала шағын қаладан заманауи мегаполиске айналды. Мұнда Қазақстан үкіметі, сонымен қатар түрлі оқу орындары мен көрікті жерлер, мұражайлар мен театрлар орналасқан. Атап айтатын болсақ, бәйтерек қаланың символы, қаланың панорамалық көрінісін ұсынатын бақылау биіктігі бар мұнара. Бейбітшілік және келісім сарайы, әйгілі суретші Норман Фостер салған пирамида. Ол әртүрлі конференциялар мен форумдар өткізу орны ретінде қызмет етеді. Хан Шатыр үлкен жабық сауда және ойын-сауық орталығы. Оны да Норман Фостер жасаған. Әзірет Сұлтан мешіті орталық Азиядағы ең үлкен мешіттердің бірі. Ақорда президент сарайы Қазақстан президентінің ресми резиденциясы болып табылады. Астана опера орталық Азиядағы ең ірі опера театрларының бірі. Есіл өзенінің жағалауы қала мен өзеннің көрінісін тамашалайтын серуендеуге тамаша орын. Қазақ елі монументі қала үстінде асқақ тұрған айбынды ескерткіш. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің музейі. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірі мен қызметіне арналған мұражай. Бұл орындар Қазақстанның заманауи және жан-жақты сипатын көрсетеді. Қазақстанның жас елордасы, бүгінгі Астана, қарыштап дамыған мемлекеттің, мәңгілік достықтың символы, болашағы жарқын қала. Сондықтан да Қазақстанның жүрегі мәңгі соғып, бас қаласы одан әрі гүлдене берсін. Астана күні құтты болсын.